Қалай халық ертеңгісі? Алдар ақында ертегі. Бұрын заманда алдар деген адем болған. Ол ар біреуді алдатып, басқалар сол біреу алданғаннан күлей таған болғанлар. Сені қалай алдады? Мен болсам алданмас едім деп. Жоқ, мені туыл, сені де алдаяқ, деді алданған адем. Екінші күн ертеңлікте бір адем атына мініп, сол алдар деген адемді іздеп шыққан. Мұннан алдын бұл адем алдарды көрген жоқ екен. Алдар бұл заманда үйінен шығып, қолына таяғын алып, жолман келе атқан болған. Бұлар екеулері бір-бірісін көріп, екеуі қарсы болып жолыққандар. Бірі-бірісінен, «Қайдан келесің? Сен қайда барасың?» деп сұрастылар. Атлы адем айтады: Менің құлығым сосы ауылға бараман. Сол ауылда адем алдайтаған біреу бар екен. Соныман жолғияқ боламан. Сол мені алдап болар ма екен, болмас екен, соны көргім келеді. Қалай мені алдап болар екен деп ойлаймын. Сен білмейсің ме ол адем қайсы ауылда яшайтағанын? Ол заманда алдар айтқан: Мен оны бек яқшы білемен. Сол алдайтаған әдемнің өзі мен. Алдатпаға сені көп қиын туыл. Мен сені алдатар едім. Алдайтаған қапшығым үйімде қалған. Кері қайты бармаға аряқпан. Ол қапшықты әкелсем, білер едің, өз көзіңмен көрер едің. Олай болса тілеймен, астыңдағы атыңды бер маға. Сол қапшықты әкеліп, әлеметті көрсетейім саға. Атлы ойланып тұрды да, тілеген соң қапшығын алып келсін деп түсіп, атын берді өз қолыман алдарға. Алдар атқа мініп, қолындағы таяғын бұға беріп, қамышысын да тілеп алды. Қамышыды да, атты да, қапшықты да бірге әкеліп келер мен саға. Сен мен келгенше бұл жерден тоқтап тұр, деді. Соң алдар: Мен кеттім, кеш қалман деп ойлаймын. Сен мен айланып келгенше, екінші мені көргенше, үмітің менде болсын. Ақиқат сөзім саға айтып кетемен мен, деді. Сол адем алдарды кешке дейін қарап тұрып, кеш еткенде, келмегенде, өзінің алданғанын біліп, атын да йойтып, үйіне қайтып келеді.